Ассалаумалейкум, барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода Telegram бот жазып шыққым келеді, JavaScript тілінде. Видео кімдерге арналады? Жалпы бұрын Telegram бот құрып көрмеген, бірақ та программируден кішкене болсын хабары барларға. Мысалға, мына жерде запростар жібереміз, қабылдап аламыз, сервер құрамыз, сондай базовый нәрселерді жасап көрмеген болсаңыз, әуелі соларды жасап келуіңіз керек. Жақсы. Бастайық. Ең бірінші GitHub сайтында жаңадан репозиторий құрып бастайын. Репозиторийді Telegram бот болғасын жалағаш IT бот деп құрайын. Жалағаш IT бот. Публичный болады, ретме қосылады. Так, бастайық. Енді бұл ботта не істей алады? Так, Telegram бот мақсаты IT-ге қатысты сұрақ жауап құру, және так, мақсатына кірмейді. Бұл бот не істей алады? Подписка жасаған адамдарға IT-ге қатысты так, материалдар жіберіп тұра алады. Және так, және істей алады? Сұрақ қойсаңыз жауап ала аласыз деп айтайын. Сұрақ қойсаңыз жауап аласыз. Жақсы. Пока осы ғана болсын. Әрине ары қарай да дамитын ойы бар, бірақ пока осы жеткілікті деп ойлаймын. Жақсы, кеттік. Бұны сақтайық. Енді менімен бірге қайталап отыру үшін сіздерге керек нәрсе Node.js.org сайтынан көшіріп аласыздар. Сол жағындағысын 14.16 деген 14 жұп версиясын орнатасыздар ғой, тақ версиясын емес. Өйткені тақ версиясы ол әлде сынақтан өту үстінде болуы мүмкін. Релиз емес, мына 14 релиз. Так, осыны орнатасыздар, және Visual Studio Code керек болады. Visual Studio Code. Енді міндетті түрде осы емес, осыған ұқсайтын басқа бір өздеріңіз жақсы көретін блокноттарыңыз болса, білмеймін енді, не бар еді тағы, Atomic па, сондай бар сияқты, Brackets деген ба, солармен жасай берсеңіздер де болады. Так, бастысы Node.js платформасы керек. Так, енді бұлар менде орнатылып тұр. Енді күнде жұмыс істеп жүргесін. Бірден жұмыс жасай берейін. Ең бірінші мына проектті көшіріп алайын, өзіме орнатайын. Так, C дискісіне қоя салайын, жылдам болу үшін. Так, папка құрайын. Git деген соның ішіне git клон жасайын. Git клон менде айтпақшы Tortoise Git деген программа, клиент қой, Git-тің үстінен құрылады. Сіздерді айтпақшы GitHub-пен жұмыс жасау үшін Git-те орнатылған болу керек. Git-ті мына сайттан көшіріп аласыздар, git.scm.com. Осыдан көшіріп аласыздар. Егер де бұрын соңды бұл немен жұмыс жасамаған болсаңыздар, Git-пен, инструментпен жақсылап танысып алыңыздар. Міндетті түрде керек, қай программист болам десеңізде, фронтенд болсын, бэкенд болсын, басқа да әйтеуір көпшілік адам бір проектте жұмыс жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде керек. Қысқаша айтсам, бұл control version system. Любой продукт дамиды ғой. Басында бір версия, одан кейін екінші, үшінші версия, сол версиядан версияға не өзгеріп жатыр, соны қадағалап отыратын инструмент. Барлық программист білуге міндетті инструмент,
құрал. Сол себепті бұдан айналып өте алмайсыздар егер программист болам десеңіздер. Үлкен компанияға тұрсаңыз да, кішкентай компанияға тұрсаңыздар да осы керек болады. Так, жақсы. Менде бұл да орнатылған, және TortoISE Git, оның үстінен мына орнатылған. Егер де терминалмен жасай тұрайық десек, барлықтарыңызға ортақ. Терминалмен жасайтын болсақ, git clone жалағаш IT болады дейік. Жақсы. Енді ішіне кірейін. Ішіне кіргенде менде дәл қазір ештеңе жоқ екен ғой. Дәл қазір ештеңе жоқ. Visual Studio'да ашайын, соны. Жаңа папканы git жалағаш IT болады. Папканың ішінде ештеңе жоқ. Енді маған гуглить етіп бастау керек. Так, гуглить етеміз. Не деп? Telegram бот. Так, Telegram боттан JavaScript десем. Менде бір бот болды, например. Менде бір бот болды. Так, қай жерде? Жалағаш IT-дің ішінде HTML KZ деген ба? Сондай бір бот бар. Жалағаш IT бот. Так. Қазақ IT Telegram бот деппін. Осы ме еді? Так, кодын қарай жүрейік. Осы болу керек. Жақсы. Так, мұнда Telegram ботымның паролін үшін тұр екен. Ладно. Негізі ол тұрмау керек еді. Жақсы. Так. Telegram бот JavaScript API. Пишін Telegram боты на Node.js дейді. Ашып көрейік. С полным кодом можно ознакомиться по ссылке. Сейчас екен. Сразу қойып қойған. Прежде всего код ВКонтакте айтпақшы, Telegram бот жасау үшін бот фазермен бастау керек. Қазір мен пауза жасап, қайтадан жалғастырамын.